Мен жай ғана демалып лента қарап жатырмын деп ойлайсың ба? Жоқ. Сен демалып жатқан жоқсың. Саған ғапылдық деген вирусты жұқтырып жатыр. Неге олар сені TikTokқа байлап қойды, білесің ба? Себебі шындық тереңде ақиқатты табу үшін сүңгу керек. Ойлану керек, іздену керек. Бір орында көтенді басып отыра алу керек. Бір ойды ұзақ ойлану керек. Сенің миыңды 15 секундтық клиптарға турап тастаған. Нәтижесінде не болды? Қазір кітап оқи алмайсың, ұйқың келеді, намазда тұрып Құдайды ойлаудың орнына басқа бір нәрсе. Терең әңгімеші. Прикол, хайп, TikTok. Сенде тереңдік жоқ, сен таясың, мелкисің. Терең емес су тез құрғап қалады. Бұл арнайы жоспарланған түрме, бро. Шайтан отпускта демалып жатыр. Оған сыбырлап ештеңе керек емес. Сенің рекомендацияң барлығын өзі істеп береді. Өкінішті.